Осы көлігіммен аралайтын 16 мемлекетімізді және де сол мемлекеттердің маршруттарын сіздерге таныстырып өтейін. Бисмилля. Қазақстаннан, яғни Ақтөбе қаласынан шығамыз, міне. Содан кейін Атырауға жетіп алсақ, аман-есен Атыраудан Ресейге өтеміз. Біздің Қазақстан Ресей шекарасы арқылы, Чечня арқылы Грузия. Міне Ресей кетті, бірінші, одан кейін Грузия. Грузия арқылы неге кіреміз? Турцияға. Турцияға кіріп, Құдай қаласа, осы Грузия арқылы Батуми, Турция, Самсунмен осылай Қара теңіздің бойын жағалап отырып, Стамбулға, Құдай қаласа, Алла амандығын берсін, ең ұзақ жол осы Түркияда ойнап тұрып, біздер қайталанбайтын маршрут жасадық, иншалла. Сол себепті бірінші Грецияға кіреміз. Греция ең бірінші Шенгенский зона мемлекет болып саналады. Грецияның батысында орналасқан Игуменица қаласына аман-есен жетіп алсақ, сол жерден корабльге, портқа мінеміз, Құдай қаласа. 12 сағат жүземіз Италияға қарай. Италияның Бриндизи немесе Бари екі қаласын біреуіне жетіп аламыз, аман-есен, Құдай қаласа. Содан кейін көлігімізбен кәдімгідей Еуропадағы үлкен саяхатымыз бисмилля деп басталады. Италияның оңтүстігінен бастап жоғары қарай, солтүстікке қарай барлық қалаларын аралап барып, Италиядан кейін Швейцарияға кіреміз. Швейцарияның керемет табиғаттарын, Альп тауларын аралап, иншалла, керемет Швейцарияның ауылдарында болып, ары қарай Франция мемлекетіне өтеміз. Астанасы Парижге барып, Эйфель башняны көріп, Құдай қаласа. Содан кейін біздер Бельгияға өтеміз. Брюссель астанасында боламыз. Ары қарай Нидерланды, Голландия дейміз ғой. Голландияға, астанасы Амстердамға барамыз, Құдай қаласа. Одан кейін Германия. Германияда боламыз. Сосын төменге қарай түсеміз. Германиядан кейін біздер Чехияда боламыз, Құдай қаласа. Австрияда боламыз, Венгрияда боламыз. Сербия, Болгария арқылы Түркияға қайттан кіреміз. Сонда қараңыздар, біздің маршрут қайталанбайды. Біздер Түркия жақтан Грецияға кіріп, осы төмен жақтан, міне Италиядан бастап аралап, осылай жоғары жаққа қарай, солтүстік Еуропаға қарай көтеріліп, Берлинге дейін барып, Берлиннен төменге қарай түсеміз. Чехия, Австрия, Венгрия, Сербия, Белград астанасында боламыз, Сербияның және де Болгария астанасы Софияда болып, Болгария арқылы Түркияға қайтып келеміз. Қайтадан Түркия, Грузия, Ресей, Қазақстан қайтадан сол Атырау арқылы Ақтөбеге қайтып келеміз. Яғни бізде тек қана осы қайталанатын маршруттар ол, мына Ресей, Грузия, Турция осы коридор ғана қайталанады, ал Европаның ішінде бізде маршрут қайталанбайды. Аллах тағала сапарымызды жеңіл қылсын, аман есен ойдағыдай осы маршрутпен жүріп қайтайық иншалла.